Ассалаумағалейкум, менің көрермендерім, оқырмандарым, күрестен екінші видеомды қатарынан салып жатырмын. Өйткені жақын арада сіздерді күреске баулуға тура келеді. Күрес саласында қызметке тағайындалып жатырмын, жұмысқа кіріп жатырмын. Сондықтан бұл арнада енді күрес туралы да жиі әңгіме болып тұрады. ММА мен боксты ұмытпаймыз әрине, бірақ күреске де үйрене бастаңыздар. Ел кубогы аяқталды. Бүгін ең бір жұлдызды ММА терминімен сөйлейтін болсақ, карт болған шығар, иә? Жұлдызды жарыс дегендеше, Ризабек Айтмұхан және Нұрғожа Қайпановтың арқасында деуге болатын шығар. Бұл турнирдің жалпы абыройы біріншіден, екіншіден медиасы өте жоғары болды деуге болады. Өйткені қалың жанкүйер үшін әрине бұл екі жігіт өте танымал, және сол екі жігіттің турнирге қатысуының өзі үлкен бір салмақ берді. Екеуі де енді үмітті ақтап шықты, екеуі де чемпион болды. Және солар туралы енді уақыт келгенде сөйлейтін боламыз. Бізде бүгін бірінші 57 келі салмақ дәрежесі. Айтанов Нұрданат деген өте жас палуан, 61 келіде жастар арасында чемпион болған екен. Мамандардың айтуынша бүгін өте жалпы 57, енді біз қазір ММА мен тағы да аналогия келтіретін болсақ, қазақтар өте көп ММА-де бұл салмақта. Міне еркін күресте де негізі жетіп артылады екен, және әр айналым сайын бәсекелестік артты. Шынымен де бұл жерде енді бірінші, екінші, үшінші орын деген нәрсе бар, бірақ дәл осы жүлде алған жігіттерді алып қарайтын болсаң, және бір-бірімен қалай күрескенін алып қарайтын болсаңыздар, шамамен бір-біріне өте бір пара-пар деуге болады. Және бұл салмақта енді атақ даңқы бір абыройы шауып тұрған жігіттер болмаса да, деңгейі бір-біріне пара-пар қарсыластар жігіттер көп болды. Және енді менің байқағаным, бұл белдесуде сондай бір жақты кездесулер өте аз болды. Ең бір бәсекелестік өте жоғары салмақ өзара. Шынымен де дәл осы 57 келі салмақ дәрежесі болды. Енді Айтанов Нұрданат алдағы уақытта тізгінді ұстайтын түрі бар. Бұл салмақтың жыл соңына қарай бізде Азия ойындары мен әлем чемпионаты бар. Бұл салмақ екеуінде де қарастырылған. Енді алдағы жақта және бұл салмақ жайлы негізінен уайымдауға қатты бір қажеті де жоқ шығар. Өйткені 3-4 жігіт бар деп айттық, бір-біріне пара-пар. Біреуін Азия ойындарына жіберіп, біреуін әлем чемпионатына қатыстырып жатса, оп-оңай ондай нәрсені жасауға болады бұл салмақта. Өйткені дефицит жоқ, кейін басқа салмақтарға көтерілген кезде соны айта отырамын. Міне көтерілмекші 61 келі салмақ дәрежесі. Бұл бізде олимпиадалық салмақ емес. Бұл салмақта бізде топ жарған спортшы Аллан Оралбек деген өте жас палуан. Асылжан Есенгелдин ұтып кетті, және бұл жігітті жай ғана ұтып кетпей, 4 ұпайлық әдіс алған, әдіс жасаған, және соңғы секундтарда енді шынымен де өте бір биг драма шоу жасаған, драматичный белдесу жасаған жігіттердің бірі. Негізі бүгінгі күннің бір жалпы осы турнирді алатын болсақ, ересектер арасында бір жаңа есім алып берген дәл осы кубок болды деуге болатын шығар. Аллан Оралбек, шынымен де бұл жігіттің есімін жадымызда сақтап жүру керек деп ойлаймын. Енді Асылжан Есенгелді сияқты ересектер арасында тәптөр күрес жүрген, әлем чемпионатында жүлде алған жігіттерге қарсы міне жап-жас болса да терезесі тең күресіп жүр. Жалпы жеңіл салмақтарда бізде шынымен де тереңірек қазып қарайтын болсақ, ішкі бәсекелестік өте жоғары екен. 74 келі салмақ одан кейін бізде болған. Бұл жерде енді доминатор әрине сөзсіз Нұрғожа Қайпанов. Бұл жігіттің белдесулерінің барлығы негізінен енді күтті да. Бірақ қызықтың бәрі финалда болды. Енді финалға дейін қатты бір қарсыластық көрген жоқ Нұрғожа Қайпанов. Бірақ финалда өте жас палуан Сейітбеков Нұрдаулет деген енді біріншіден тыңғылықты дайындалғаны көріп тұр, тактикалық жағынан стилін қатты зерттегені көрініп тұр. Және шынымен де бір өзінің бір күреске деген Құдай берген таланты бар екені де көрініп тұр. Дене бітімі, түр әлпеті де кей тұста Қайпановқа ұқсайтын сияқты. Енді бұндай ел ішінде әлем чемпиондары, біздің сөзсіз бірінші нөмір деп жүрген жігіттердің ел ішінде қиналғаны бұл негізінен қуантатын нәрсе. Өйткені өте жоғары деңгейдегі атлеттерге бізде босаңсуға болмайды. Ең алдымен ол іште өзіне бір оның орнына табан тіре алатын адам бар екенін іштей біліп сезіп жүру керек.
кішкене мазасыздану керек дейік жарайды, иә, осы жағынан. Сонда ғана спортшы ары қарай өсіп, өніп, даму деген дүниелерді ойлай бастайды. Қайпанов әзірше дәуірі жүріп тұр, әзірше тәжірибенің арқасында алып кетті. Бірақ мынадай қарқынмен бұл жігіт ертең мүмкіншілік беріп жатса, енді сыртта жақсы күресетін, іште жақсы күресетін екі түрлі палуандар болады. Әзірше біз енді Нұрдәулеттің іште жақсы күрескенін көрдік. Қайпановтың атақ даңқынан ешбір сескенген жоқ. Сыртқы турнирлерде, андай бір ел үміті, намыс, елдің бір абырой деген сөздер қосылған кезде өзін қалай сезінеді, жалпы басқа елге барып күресіп, шет палуандармен күрескенде өзін қалай сезінеді. Сол сынақтан өтсе, бұл жігіт шынымен де Қайпановтың мазасын ғана алып қоймай, жалпы Қайпановтың орнын да алып қоя алатын, енді шынымен де әлеуеті, потенциалы бар екенін көрдік. Бізде енді мен көп қосып айтарым, бұл жоқ салмақ, бұл 79 келі салмақ, шыны керек. Өйткені енді менің байқағаным айтарлықтай бір өте жоғары бәсекелестік болған жоқ. Жас палуан бұл жерде жеңіске жеткен Ерхан Әбіл деген, және бұл салмақтың лидері Дәулет Ергеш деген жігіт қатыспаған. Азия чемпионатында бір ай бұрын күрескен, бірақ содан кейін әзірше қатыспаған. Бірақ енді ел кубогының чемпионы ретінде әрине Дәулет Ергешпен бәлкім бір турнирге апарар, немесе бір прикидка деген жақсы түсінік бар, жаттығуда 1-2 рет күрестіріп, әлеуетін бағалап, екі жігіттің бірінші нөмір деп екеуінің бірін бекітуі мүмкін. Әзірше шыны керек, өзімнің де бір бұл салмақ жайлы нақты бір түйінге келмегенім бар. Бізде 92 келі, 97, кешіңіздер, 97 келі салмақ дәрежесі, бұл Ризабек Айтмұхан. Ризабек Айтмұхан енді нағыз бірінші нөмір сияқты ешқандай бір қарсыластық көрмей, қиыншылық көрмей, бір өте шықты деуге болатын шығар. Бүгінгі турнир барысында бұл жігітті айтпақшы Аллан сияқты, жоқ, кешіңіз, Аллан емес, басқа спортшымен шатыстырып отырмын, жалпы маңызды емес, ұпай бермеген. Ризабек Айтмұхан бірде-бір қарсыласына ұпай бермеген, және мерзімнен бұрын ұтқан. Мен шыны керек, техника бір бөлек, андай психологиялық, менталды басымдылық сездім, және белдесу бірден аяқталғаннан кейін өзімен де бір-екі ауыз сөйлесіп үлгердім. Сол кезде ол мен сондай бір ләззат алып күресем деп айтқан сөзі бар, оны сұхбатында да айтты. Біздің ресми YouTube, ресми Instagramда бұл сұхбат бар, және ондай жалпы көзқарасты белдесуге, күресуге деген менің түсінуімше Америкадан жұқтырып әкелген. Енді былай қарасақ, күресіне өте пайдалы, және бұл бір бөлек шоу форматтарда бірталай күрескен, ПВЛ-дің бірнешеуінде күрескен, Қырғызстанда барып 4-тік гран-приді ұтып алған, Америкаға барып білдей бір үлкен рафтың титулына таласып келгеннен, әрине адамның, ондай жоғары деңгейдегі атлеттің менталында, психологиясында өзгерістері болады. Ризабек Айтмұхан енді таза таланттың арқасында кезінде әлем чемпионы болған адам деп есептеймін. Бірақ балуан ретінде енді ғана бір тұлға ретінде қалыптасуымен қатар, қалыптасып келе жатқан адам, және енді ашылатын түр бар. Өйткені соңғы жылдар, соңғы уақытта дейік, соңғы жарты жыл дейміз бе, қарқыны өте жақсы. Тажудиновты ұтып алғаны бар, Снайдермен тәп-тәуір күресті, коммерциялық турнирлері бір бөлек. Енді осындай бір тәжірибесі толысқан, менталы күшейген дейміз бе, Ризабек Айтмұханды сол баяғы Азарпира, Араш Юшида деген, Садулаев сияқты жігіттерге қарсы күресін көру өте қызық болар еді. Өйткені біршама тәжірибе жинақтаған, толысқан жігіт енді осындай жігіттерге қарсы өзін қалай ұстайды екен. Өйткені менің ойымша Снайдерге қарсы таза бір техника-тактикалық қателіктер болды. Ал осының барлығын көрген адам енді, және ол белдесулер көрдіңіз, Йошида болсын, Азарпира, Садулаевтарға қарсы белдесулер бізге кімнің, Ризабектің қазір қандай күйде, қандай деңгейде екен бір белгілеп өлшеп алудың жақсы жолы да, Ризабектің өзі үшін де бұл жақсы жол. Ал әзірше шыны керек, мойындау керек, 97 келі салмақ дәрежесінде Ризабек Айтмұханға қарсылас бола алатын спортшы табылмай отыр. Міне 5 салмақты мен бүгін дәл осылай қорытындыладым. Күресті талқылайық.
сіздер де өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Алда Азия ойындары бар, әлем чемпионаттары бар. Енді реті келсе, әрине бұл турнирлерді бір ауыз қорытындылап отыратын боламын. Менің арнама тіркеліңіздер. Мына видеоның астында сілтеме қалдырам әлеуметтік желілеріме, әсіресе телеграмыма жазылыңыздар. Ол жерде мен тұрақты түрде жалпы жекпе-жек жайлы өз пікірімді жаза отырамын, айта отырамын. Сондықтан жалпы менің әлеуметтік желілеріме қош келдіңіздер.